Ақыретте пайғамбар алейхиссалам айтты, ең бірінші намаздан сұраласыңдар деді. Екінші, бір қадам жылжымайсыңдар, дүниені қайдан таптыңдар, қайда жұмсадыңдар. Одан сұралмайынша үшінші сұраққа кетпейсіңдер деді. Адал кәсіп айналысу біздің шариғатымыз қатаң ескертпелердің бірі болып есептелінеді. Адал кәсіппен айналысу. Өйткені адал кәсіп бұл отбасыға береке алып келеді. Ол жұғымды болады. Тамақ ол шифа болады. Балаларыңыз инабатты, салиқалы ұрпақ болып өсе бастайды. Сол адал кәсіптің, адал малдың арқасында. Арам болатын болса, шариғатымызда тіпті арам ақшаға мешіт соғуға болмайды. Мысалы біреудің арақ заводы бар, мен соны зекетін берейін деген едім деп, бір жерге үлкен медресе соғып берсе болмайды ол. Ол қабылданбайды. Өйткені ол медресе, ол білім алатын ұлы, жақсы орын ол. Бірақ одан салынып жатқан ақшаға да мән беріледі. Сол үшін ештеңе жарамсыз ақша ол.